Assalamu alaikum. Тағы айтарым бар. Сосын көлікті түтікзей деуге болады. Ең керегі сол. Сосын телефонды пік хабар деуге болады. Сосын даланы көш тізіс деуге болады. Сол арқылы сәулетшілер туралау керек. Көшені барып деуге болады. Сол арқылы даланы көш тізіс. Сол арқылы сәулетшілер туралақ болу керек көзқарасты. Әйтпесе сыртта ешкім бір-бірімен жолығуын дұрыстап көрмеген. Сол менің айтарым. Сосын тағы не? Сосын арабтарға жетіп алдық деп айту керек кезде. Иракқа емес сөзі арқылы арабтар тауып алдық. Арабтар әйтпесе бұрынғыдай пайғамбар сөзі арқылы пайымдап адасып отыр. Құрайыштықтар. Иракқа емес сөзі естілу үшін мынандай мағынада. Дүния амалым ба сондай мағынада. Түсіндіру үшін. Иракқа емес солай естіледі. Ол пайғамбар сөзі анау бұрынғыдай баяулық, пайымдау, ижмақ, баяулық. Бірақ заты қосымша сөзі Мұхаммед пайғамбарымыз Иракқа емес қой. Құраншыққа қол тимейді. Құран кітап арзандап кетті. Сол үшін Иракқа емес деп отыр қосымша. Құран кітап арзандап кеткесін. Құран кітап дегенде білетіндер көбейіп кетеді ғой, оқып, өз қалтасынан, өз телефонынан оқи салады ғой. Құран кітап саудасы өзгергендіктен Мұхаммед пайғамбарымызды Иракқа емес қосымша шені, Иракқа емес екендігін Құран кітапқа оқи салып қалтаңнан баяғыша жүріп тұра беруге болмайды ғой. Құран кітап арзандағасын өмір күрт өзгереді. Сол менің айтып жүргенім. Осы тыңдасаңдар. Бүгін 6 август зухр уақыты. Ассаламу алейкум барлығыңа. Арнайы түсінгендерге. Иракқа емес сөзі тура аудармасын дұрыстап түсіндірер, бірақ сонда да дүния амалым сфетес. Шаруада қол тимей отырға босасын деп отқаным ғой. Қазақтардың Иракқа емес сөзі арқылы біліп алып арабтар. Баяғыдай пайғамбар сөзінше пайымдап, Иракқа емес сөзі арқылы жетіп барып сабыр етіп, неше түрін құртып жүргендер олардікі дұрыс емес. Мен өзім сауырлығым күтіп отырмын, әзірше білмейді, әлі үкім шығару керек, білгеннен кейін сұрайды, қалай аударылады, соның бәрі уақыт кетеді, біреулермен ақылдасу керек оларға. Келесі мемлекеттер жетіп алу керек. Соның бәрін түсіндіріп отырмын арабтар. Құран кітап арзандаған туралы біліп жүрсін, хабардар болсын, не өзгерді соның бәрін. Ассаламу алейкум, түсіндіңдер. Дос жаран, туыстаған барын, ассаламу алейкум. Намазхандар, зухр болды.